иә. Бүгінгі біздің видеомыздың аты бақытты қызметші деп аталады. Енді яғни мен көп ай видео сұрамай қойдым. Мектеп болды, қолым босамады, қосымшаға да барып жүрдім. Сол себепті менің уақытым болмады. Қазір бізге демалыс бір апта, өздеріңіз білесіздер, қаңтар айында. Енді мен өзім жаңадан видео бастайын деп жатырмын. Ал бастайық. Жаңа үйге көшіп алғаным жақсы болды. Жүр болады. Қазір. Біздің үй 3 этажды. Вау, маған 3 этажды үй қатты ұнайды, білесің ғой. Я, білем. Так, енді есікті ашайық. 2-ші этажға өтіп, бөлмемізді көрейік. Жүр, бөлмемізді көрейік. Я. Есікті қойсақ. Мынау бізде өзіміздің, сен мына жаққа, мен мына жаққа отырып өзіміз ойнаймыз. Менің. Ары қарай бізде осындай бөлме. Мына жаққа бір кітаптарыма әкеп қою керек, оқитын. Я. Сосын мына жақта енді лампалар қойынды, көзден көріп тұрғандай. Мына біздің бөлмеміз. Вау, мына маған қатты ұнап жатыр мына жер. Мына жақтардың суырмасы бар, мына жақта отырып мен өзім косметикамен боянам. Рахмет болады. Оқас жоқ. Қазір осы үйде тұра тұрайық, кейін басқа жаққа көшіміз мүмкін. Мен негізі көшкім келмейді, осы үйде қалғым келеді ше. Бұл осы үй алдық қой, иә, алдық, мінекей. Онда сен бара бер, мен өзім заттарымды жайғастырамын. Жақсы, онда мен жұмысқа кеттім. Жақсы. Жұмысқа барайын. Такс. Енді мына жақтың бәрін реттеу керек. Блокнотым, тарағым, тағы 2 тарақ алған ба? Блокнотымды сұрмаға салып қоям. Бірінші ол мына духиын әкеп қойған ба? Елден бұрын. Мына жақ қоя тұрайын. Блокнотымды қоям. Сосын өзімнің духиым мен қорабым. Басқа қалып кетті. Мына жақта кошелегім. Уже мына жақта мен мына жақ қоя тұрайын. Мына косметикаларымды сала берем. Кисточка. Мына ішінде не? Және де тинт. Қазір осы жағына келдік па? Мына 2 тарақты да қоя салайын. Ең соңғы мына жақ қояйын. Еще мына жақта тағы косметика бар ма? Мына жақ қоя салайын. Бірінші сөмкем, 2-ші сөмкем. Осынаға киімдерді қояйық. Мына киіп алайыншы қазір. Жоқ. Мектеп оқушына мойынға ұқсап қалмай. Мына жақ қоя салайын. Болмаса, мынаны ілемін. Мынаны кие салайын. Мынаны тіліп қоям. Мынау пижама. Мынау да. Мына екеуіне неменеге болған мен. Тоба. Болмасына киіп жүрейін. Осы жақсы бәрінен. Және мынау. И потом осы. Осының үстіне қоя салайын. Осы мен чемоданымда бітті. Так, мына бізде ноутбук. Ноутбуктан жақ қоя салайын. Такс. Не мынау? Телефон. Кисточки. Очки. Киім. Так, очки ма кеткен. Тағы да киім. Не бөлем, мына кімге ал? Салып қояйық, кейін өзіміз сөйлесеміз. Адам не орна деп. Мен оны қуанатсам осы үйді алып берді деп. Қызы бар ма, не бәле? Телефон, киім, очки, кисточка. Зато оның мен сияқты боянатын несі еш білесі жоқ. Бірақ бұны неге үшін әкелді? Жақсы, қоя салайын.
бір жерге қойып қояйын. Кейін өзім сұраймын осыдан. Қазірше мына жақтарға қоя салайыншы байнан. Я көрінбейді. Так, мына енді Болаттың киімдері екен. Так, оның телефоны. Ешбір жоқ екен. Оны чебадан мына жақ қоя салайын ба? Жоқ, мына жақ қоя салайын. Оның кішкентай ғой. Так, тоқтай тұрыңдаршы, мен телефоным шыққан ма? Мына блокнотымның несі екен? Ручкасы. Менің телефоным шықты ғой. Бәсе телефоным шықпай қала ма деп ойлаған едім. Так, тоқиым сеуіп алайыншы. Мына жақ қояйын. Менің телефоным ған енді. Туй, бір жеріне мне... ойбай, телефоным тұр екен ғой мені. Так. Не хабар қояды, диван заказ беру керек еді. Негізі болады да қуады екенше, телефон тастап кетіп. Неғып телефон тастап кеткен. Ой, тентек. Ой. Короче, мен неге қызметшіге заказ звондап айту керек еді, заказ ету керек еді. Болмаса қазір Болатты күтейін, болмаса қазір отыра тұрайын. Не істеп отырам бәрі қазір. Кішкене күтейін, қазір келетін шығар Болаттың өзі де. Мен келдім. Ақбота. Ақбота. Қалайсың? Жақсы, өзің. Саған бірдеңе болма негізі. Қуасың ба? Не болады маған? Айтпақшы, сене бірдеңе сұрайын дегенем. Аха, сұра. Мынау менің сумкамда, я? Я, сенің сумкаң. Бұның артында бізде мынау бар да, осындай киім, телефон, кисточкалар, очки, 2 киім деген сияқты ғой. Енді деген нес? Кімге бұлар вообще так? Менен басқа қызың бар ма? Ей, сен қуасың ба? Сенен басқа қандай қыз менде? Енді екеуміз үйленгенбіз. Енді кімдікі мынау? Кімге алып келдің мынаның барлығына? Мыналар ма? Сен де қатырасың? Мен саған ойнап тұрған жоқпын. Ой, короче, бұлар біз енді бұл үлкен үй, өзің білесің, 3 этажды үйда. Сонымен не бопты? Дегенде, бұл біз жаңадан қызметші асыраймыз дегенде жалдаймын. Соған осы заттар беремін. Бәсе, бағандай мен сөйтіп айтпайсың, мен бұрыс түсініп жатырмын. Соны айтамын, міне, жаңадан қызметші әкелген кезде соған береміз. Ой, бұл мен түсінбей жаман ойға кетіп қаптым ғой. Енді оны мен қызметші сол неге звондап қызметшіні әкесін деп айтайын, әкесін деп. Ой, не істемей қой, мен жұмыста хабарласып айтып қойғам. Жақсы. Айтпақшы, сен не телефонын тастап кеткенсің? Есіме шығып кетті. Қой, онда қызметші кеп қалатын шығар. Сен қашан заказ берген едің оған? То есть шақырған едің. Осы бағана жұмысқа кетерінде машинада таксиде, то есть. Қазір кеп қалатын шығар онда, я? Я кеп қалады, кішкене күте тұрақ. Мынаны бір қорап ішіне бір подарки орау керек еді ше. Я, ораймыз ғой. Қазір кеп қалатын шығар, я, болды қойшы. О, келді. Есташы бар. Газнанста.
сәлеметсің ба? Саламатсыздар ма сіздер? Қызмет үшін шақырған бетіңіздер осы үйге. Я, біз осы үйге қызметші керек еді. Соған қызметші шақырған болатынбыз. Сол сенсің ба өзі? Я, сол қыз менмін. Жақсы, есімің кім? Жанель. Жасың қаншада? Жақында 19-ға толамын. Жақсы. Енді біздің үйге келгеннен соң білесің, шаң тозған, үйді жинау, тамақ дайындау, ыдыс жуу, оның барлығы сенің жұмысың болады. Я. Мен осыған дейін 20-дан астам үйге қызмет қылғам. 20-дан? Сен жассың ғой әлі, ондай осынша үйге қызмет қылуға енді маған ақша керек, сол үшін істеймін. Айтпақшы, сіздер айына қанша бересіздер? Бұрын жинаған үйлеріндегі қожайындар қанша беретін еді? 100 пен 500-дің аралығы. Біз енді ондай жалпы қанша беретінімізді жалпы айта алмаймыз. Бір апта немесе 2 күн жасаған, болмаса бүгінгі жасаған жұмыстарымды бағалап көріп айтамыз. Жақсы, сонда мен келістім. Қазір біз кішкене әңгімелесе алайық дегендей ғой енді мәселе. Я түсінемін қазір. Не болды? Не болды? То есть не болды? Біз оған қандай бөлме береміз? Қайда бөлме оның? Ой, алаңдама, мен бәрін осы келместе бұрын бәрін жасап ойластырып қойғам. Ой. Жанель, енді сен біздің кейін өзіңнің киімдеріңе киген шығарсың, иә? Я, осы киім болады ғой, осы күнде кием барлығында. Я, сол киім болады. Және де біз саған қосымша осыларды бергіміз келеді. Сіздерге көп рахмет, бірақ мен бұндай сыйлықты ала алмаймын негізі. Ол жан уайымдама, ешбір етпейді. Осыны ал, мысалы біз сенің кейде басқа жақта жұмсауымыз мүмкін ғой. Сол кезде мына киімдермен шықпай, осы киімдер киіп шықсаң болады. Сіздерге көп рахмет. Айтпақшы, сенің бөлмеңді мен өзім көрсетейін, иә? Сен ана жаққа отыра бер. Я. Жүр. Рахмет сіздерге. Ал біз келдік, мына жаққа кіре ғой. Бұл қандай жер? Мінекей, бұл сенің бөлмең. Біз алдын ала барлығын дайындап қойғанбыз. Осы көшпестен алдын. Мына бөлме өте күшті екен, маған қатты ұнады. Рахмет сіздерге. Оқасы жоқ. Сен бірінші осы жайғасып ал. Ал бұл шкафта сенің жұмыс жасайтын заттарың бар. Я, рахмет сіздерге көп. Жақсы. Біз пәсте боламыз. Жақсы ма өзіміз? Егер бізге сұраған кезде бірдеңе, екінші шыға түсе сал, жақсы ма? Я, түсіндім. Кеттік, жүр. Вау, осы жер маған қатты ұнады. Бұрынғы жерлерде маған бұлай не істемейтін еді. Жанель қуанып қалды, я? Я, қуанып қалды. Так, енді маған заттарымды жайғастыруымыз керек. Так, бізге мына очки мен мынаны берген ба? Қане көрейінші. Вау, маған қатты жасайды екен. Так. Мынаны қояйын, сосын мынаны бермем. Жақсы екен. Не? Вау. Телефон ба? Вау, күшті ғой. Болған. Бірақ маған бұлай ешкім сыйламайтын. Бір қуантты ғой. Жақсы, бұны мен мына жақ қоя тұрайын. Таманы беріпті. Жақсы, тұра берсін шкафта.
Так, киімді киіп алайын осының әдеттегі. Сосын мынаны іліп қояйын. Сосын мынаны іліп қояйын. И мынаны іліп қояйын да, мына екеуін мына жақтағы сормаға салайын. Ең бірінші мен барып тамақтайын дейін. Әлі тамақ ішпеген шығар бар. Так. Мына жақта 4 стол екен, мына жақтағы суреттерін ілмеген бәрі. Мына жақ іште екен, иә. Так, жинал. Не пісірсек болады, қазір не бар өзі? Мына жақ қойсын. Так, жұмыртқа мен нан істесем жақсы болады. Нан алайын, пешке қояйын. Так, біреу, сосын екіншісі. Так, ой, жақсы, пісті. Так, асын өшірейін да, 2 тарелкаға салайын. Ой. Вот, 2 тарелкаға салдым. Мына жаққа отырады, иә. Сосын маған картошка мен сыр керек. Оны байынан мынандай тысқа салсайын. Мына жақты пісіре тұрайын. Так, кішкене. Тағы не бар? Аза болса осыны да пісіре салайын. Тағы етінен как раз 2 бар екен. Жақсы, мына картошкаға қояйын да. Так, мынау да піскен сияқты. Мына қойдырайын. Енді маған осы екеуін қосып, мына жаққа пісіру керек. Астын жағайын. Жақсы. Енді маған тағы да 2 тарелка керек. Әлде 1 тарелка салайын ба? Жоқ, 2 тарелка салсайын. Бөлек. Жақсы, мынаны дұрыстап салайын. Байдан қойын, иә. Содан былайынан 2 жаққа қойын. Сосын маған сусынға мен сүт қояйын. Алайын, себебі азан мен сүт ішкен жақсы. Так, маған енді бокал керек, кружкалар. Ой. Как раз осыдан 2 бокал бар екен, осыдан қойын ба, мынаған қойын ба. Бұл кішкентай болып қалады, маған қоя берейін. Так, біріншісі. Мына су қалды ғой. Солайын да. Ой, мына суын жасылайын. Оның үстіне сүт қойын. Жақсы. Енді байынан ерғасына келіп қойын. Да не су. Süt gerek mаған, süt. Бәсе өспей ма? Сосын да пирогты да бара салайын. Былайынан қоя салайын. Енді маған 2 вилка керек. Пышақ емес вилка. Жақсы, вилкаларын байынан қойын. Так, енді барлығы жақсы. Енді сүтті холодильникке салайын. Бәрі жақсы. Енді барып бұларды шақырайын. Бұл кім? Саламатсыздар ма ханым мырза? Иә, және айтып жібер, не болды? Мен
таңғы ас дайындап қойған едім, соған барсаңыздар. Біз таң ашып берген едік. Иә, жақсы жүр. Мен барып төбеден өзімнің жинайтын нелерімді әкеп, үйдің бәрін жинай берейін. Сен там ашпайсың ба? Жоқ, мен осы жаққа келер алдында таңғы асымды ішіп келгем. Жақсы, біз оны пәске барып келеміз. Жақсы, сіздер бірінші барыңыздар. Жақсы, рахмет. Сөзіңіздерші, Анна мырза, сіздер телефондарыңызды тастап кетсеңіздер, өйткені тамақ ішкен кезде телефон ұстаған дұрыс емес деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Иә. Так, бұлардың бөлмелері ау дейма. Вау, мына жақ күшті ғой. Мына бөлмелері. Болды. Еліктемен телефондан диван үстіне қоя салайын, иә? Не? Вау, ноутбук. Болды, қойшы. Ой. Тамақтанып қойдым дейма. Иә. Өте тартымды көрінеді. Иә. Өте дәмді. Так, келін екеумізге екі бөрі істеп қойыпты ғой. Иә. Мына жек. Сүт. Өте дәмді істепті ғой, иә, өте жақсы. Мына жақты тесіп қалдырсамыз, иә, қалдырсылайық. Көремін сосын қалып жинайтын. Иә. Кеттік. Біраз залда барып серуендеп келеміз бе, мына жақта. Иә, кеттік, жүр. Жүр. Осы жерге отырайын. Мен сосын бүгін ертең базарға барып кітаптар әкелемін. Жақсы, кітап оқып Айзекені өлтіру керек. Иә. Әңгімелеспедік па? Так, енді мен өзіме керекті заттарымды алайын. Ана қорапқа пылесосты қолыма ұстап, мынаны гүлдерге себетімді алайын. Жақсы. Так, пол жуатын қайда? Оны да сұрап алу керек. Болмаса, екінші этажда ванна бар, соқта бар шығар. Так, туалетте бар шығар. Бар екен. Так, ең бірінші мен мына жақтың полын сүріп бастайын. Мына бәрін неғып қойдырайын. Бірінші полдан істейін.
Такс, болдым. Енді мына барлығын салайын. Тоқтар, Жанел жүрген сияқты, иә? Иә, кофе ішесің ба? Иә. Жанел деймін. О, мені шақырып жатыр, иә, тезірек барайын. Жанел. Ау, иә. Не болды? Бізге 2 кофе әкеп берші, ана жерде кофе бар, автоматический. Иә, көрдім ана. Мені байлаңыздар ыстық. Рахмет, жақсы. Үйді жинап болдың ба? Иә, барлығын жинап болдым. Гүлдерге су құйдым. Бәрі жақты бір тастап, полын жуып қойдым. Барлық жерді сатып шықтым. Аха, жақсы, жарайды. Мен қазір сені базарға жұмсайын деп едім. Жақсы, жарайды. Сен барды келіп кел. Аха, жақсы. Бірінші рет мен базарға жұмсайын деп жатыр. Мен ешқай адам базарға жұмсамаған. Ол да бір жетістік. Такс. Бол. Той. Енді мынаны байнап қоя салайыншы, қазір. Шылауыраны байнап қоя салайын. Так, неге барсам болады? Байнап барайын ба? Очки тақалымдармен тұршы. Жоқ, бұлай барса болады. Ой, байнан очкисіз. Жақсы. Сосын телефонды аласайын. Ал, пәске түстім. Мінеке келдім. Аха, жақсы. Телефонымды албаған жақсы болыпты. Маңға телефонның мен номерім жазып алшы телефонға. Аха, қазір. Айта беріңіз. 8 706 әрі қарай 686 41-45. Аха, жақсы, теріп алдым. Егер мен саған сосын осы номерге сен маған номерін берші сосын. Онда мен қазір сізге осы телефоннан жазам. Сосын мен саған етіп алыңыз, жазыма. Аха, жақсы, сосын сен маған жаз, мен саған етем. Мен саған керекті списоктар жіберем, не алу керектігін. Түсінің ба? Иә, қазір жазып қоя салайын, иә? Сәлеметсіз бе? Мен сіздің қызметшіңіз Жанел. Бол, жазып қойдым. Аха, жақсы. Сен мынаны ал. Бұл маған не үшін? Енді сен осы өзіңнің ақшаң бар екенін білем. Бірақ менің картам арқылы жұмсап, маған керекті заттар аласың. Керек емес, мен өзім қалдамнан шығара салам. Жоқ, конечно, бұл менің үйім. Және бұл заттар менің үйіме, сен алып келген заттар менің үйіме керекті заттар. Сол үшін ол менің мүлкім болғандықтан, мен өзім алатын мүлкім болғандықтан, сен менің ақшаны аласың. Жақсы, рахмет. Аха, көп ұзамай барып кел, қазір кеш басып кетеді. Аха, жақсы, түсіндім. Мен саған өзім жазып қоямын, кейін списокқа не керек екенін. Аха, жақсы. Жақсы, онда мен кеттім, сау болыңыз. Сау болыңыз, мырза. Сау бол. Ура, бірінші күнім өте күшті өтіп жатыр. Есті жауып қояйын, ал барайын. Иә, сол мен қазір өзім оған список жіберем. Мен бар өзім тағы кофе әкелейінші. Одан алдымен барып. Иә. Так, көрейін. Ой, маған бірінші гүл ал деген базадағы. Яғни маған гүл ал керек. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сізге менен қандай көмек керек? Маған гүл керек. Мінеки бізде осындай гүлдер бар. Мысалы бізде мынандай арнайға гүлдерге себетіндер бар.
онда бұл жақсырақ қой, иә, жақсырақ. Және де осындай да бар. Яғни бұл арқылы сіз гүлдерді шыбындардан, аралардан қорғай аласыз. Аралардан дегенде жәндіктерден. Болмаса бізден тағы да осындай 3 гүлдің тұқымы бар. Сосы 3 гүлдің біреуін алып, мынаған ексеңіз де, бізде базалар бар, оған ілетін құмдар дегендей. Болмаса кәдімгі сыйлық ретінде гүл десеңіз, мына жақтан қарасаңыз болады. Және де бізде осындай су құятын құмыра бар, егер алам десеңіз. Жақсы, түсінікті, мен бәрін аламын. Жақсы, қазір мен сізге пакет алып келейін. Жақсы, маған бір пакет беріңізші. Маңыз. Ой. Так, маған айтсаңыз, қайсыларды салып беруім керек. Так, маған осы екеуін. Мынаны. Так, қазір. Саламатсыз ба? Ханым, маған қандай гүл алу керек? Көк, қыз, розби, күлгін бар. Маған розби ұнайды, сондықтан маған розбиін ала сал. Жақсы, ханым. Маған розби гүл беріңіз. Жақсы. Қандай нені алғыңыз келеді? Мына ақты алғам. Жақсы. Оны салатын базаламайсыз ба? Құмыра дегендей да. Құмырадан розбиін аламын. Тағы да не аласыз? Тағы да осыны аламын. Сосын. Болды, осыларды аламын. Қазір тоқтай тұрыңыз, мен бәрін есептеп жіберейін. Сізде барлығы 5.000 болды. Енді сіз оны наличка төлейсіз ба, немен ба? Карточкамен мінеки мынадан алып істеп беріңіз. Жақсы. Болды, рахмет, мінеки ала қойыңыз. Жақсы, рахмет. Телефонын алса салайын. Ой, пакет алып берсеңіз. Пакет бе? Ой, не болып кетті мынаған? Жақсы, рахмет. Жақсы. Маған мынарды, ой, болды. Ештеңсе, енді маған басқа нәрсе алу керек. Сонымен достар, біздің серия бітті. Енді екінші сериямыз ертең шығады. Маған тіркеліп, осы видеоға лайк басып, достарыңыздарға подписаться етіп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.